Қайырлы таң. Бүгін сіздермен бірге біз хворос дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз жасылап тұрып аластырамыз. Енді бұған 4 қасық қант қосамыз. Үлкен қасық қант қосамыз. Тағы да жақсы аластырамыз. Осындай ванильный сахарды қосамыз. 1 қасық, шай қасық. Жақсылап тұрып аластырамыз. Енді айран қосамыз. Жылы айранға 1 ас шай қасық ас содасын қосамыз. Араластырып, жақсылап тұрып осының ішіне қосамыз да араластырамыз. Ұнды елеп қосамыз. Тауға болады. Ары қарай қолмен қамырын елейміз. Ұнды осылай бірігіп жұмсақ нанды дайын